Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Қысқа сақтауға өріктен джем жасаймыз. Осылай тазартылған өрігімізге шекерімізді салып, шекер ерігенше қойып қоямыз. Шекеріміз қалауыңызша 3 кило өрікке 2,5 шекер жеткілікті, 2,5 килограмм шекер жеткілікті болады. Міне бірінші қайнауы бір қайнап шықты, 20 минут бір қайнатып алып, өріктердің барлығын осылай блендермен жақсылап езіп алатын боламыз. Блендермен жақсылап айналдырып шығамыз. Арасында біздің өріктеріміз дана болып қалып кетпеу керек. Астынан барлық жерін қадағалап, жақсылап блендермен айналдырып алатын боламыз осылай. Біраз айналдырып, отымыздың астын қайтадан қосатын боламыз. Міне екінші қайнауы баяу қайнайды. Көбігі тез тарқау үшін осылай бір тілім сары майды салып жіберемін. Бұл екінші қайнауы. Екінші қайнауында да 20 минут қайнатып аламыз. Қайнап дайын болған джемімізді стерилденген банкаларымызға құятын боламыз осылай. Бұл өріктен жасалған джем балаларға жеуге өте ыңғайлы. Қыста өте жақсы желінетін вареньяның түрі. Жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.